Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шырушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып арқан жайлы болмақ. Ал ендеше бастайық. Егер ер адам түсінде арқан көрсе, әйеліңіз бен сіздің араңыздағы махаббаттың беріктігін білдіреді. Ал егер түсіңізде бір ағашқа байланған арқан көрсеңіз, сізді біреу дұғаламақшы болғандығын білдіреді. Алайда сізді Алла тағаланың сақтап қалғандығының белгісі. Түсіңізде аспаннан сізге арқан түскенін көрсеңіз, Алла тағаланың кітабын, яғни Құранды берік ұстау керек екендігін білдіреді. Егер түсіңізде биіктікке шығу үшін арқаны алғаныңызды көрсеңіз, арман мақсатыңызға жететіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде арқанды мықтап ұстап тұрғандығыңызды көрсеңіз, сіздің Аллаға деген сеніміңіздің мықты екендігін білдіреді. Ер адам түсінде қатты өрілген арқан көрсе, ол адамның қатты адам екендігін білдіреді. Егер түсіңізде қара түсті арқан көрсеңіз, мықты бір келісім шартқа тұратындығыңызды білдіреді. Әйел адам түсінде достарының оның мойнына арқан іліп жатқанын көрсе, достарының жаман екендігін, ол әйелдің артынан жамандайтындықтарын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде төсегінде арқан байланып жатқандығын көрсе, күйеуінің оған деген махаббатын беріктігін білдіреді. Егер түсіңізде арқанды кесіп немесе үзіп жіберсеңіз, өміріңіздегі үлкен бір жақсылықтан айырылғандығыңызды білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз, және осы видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.